Достар, сәлем. Бүгін мен Гүлнұр сіздермен өте ерекше болып шығатын торфяной пирог рецептісімен бөлісетін боламын. Ендеше бастайық. Ең әуелі бізге алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне шамалы қантымызды салып, одан кейін рецепт бойынша какаомызды да салып, жақсылап қасығымыздың көмегімен осылай бір келкі болғанша араластырып аламыз. Дәл осы массамыздың үстіне бөлме температурасында тұрған жұп-жұмсақ майымызды салып, қолымыздың көмегімен майда крошка тәріздес масса жасап аламыз. Енді арасына салатын начинкасына кірісеміз. Ол үшін бізге творогымыздың үстіне қантымызды салып, осылай дәл видеодағыдай рет-ретімен 4 жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Дәл осы начинкамыздың үстіне жұмсақ болу үшін қаймағымызды, одан кейін кукурузды крахмалымызды салып, блендеріміздің көмегімен жақсылап бір келкі қоймалжың масса болғанша араластырып аламыз. Начинкамыз бір келкі қоймалжың болып шығу керек. Міне, біздің начинкамыз дайын. Ендігі кезекте 22 диаметрлік формамызды алып, арасына кез келген пергамент бумагасын салып, осылай дайындап аламыз. Енді алдын ала дайындалған массамыздың тек жарты бөлігін осылай формамызға салып, бір тегіс етіп жайып шығамыз да, қолымыздың көмегімен басып тегістеп аламыз. Дәл осы формамыздың үстіне алдын ала дайындалған начинкамызды құйып, қалған массамыздың екінші бөлігін дәл осы начинкамыздың бетіне сеуіп тегістеп шығамыз да, алдын ала қызып тұрған пеште жақсылап пісіріп аламыз. Міне, біздің торфяной пирогымыз дайын. Дәл осы рецепт түрімен сіздер де жасап көріңіздер. Рецепті описание бөлімінен таба аласыздар. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.